қазақ тілі тапсырмаларын жеңіл әрі оңай түрде орындау үшін менің YouTube каналыма тіркеліп алыңыздар. Бірінші тапсырмада жоспар құруымыз керек. Жоспар 3 бөлімнен тұрады: кіріспе бөлім, негізгі бөлім және қорытынды бөлім. Кіріспе бөлімге дәрілік шөптердің пайда болуы, негізгі бөлімге Қазақстан тәуелсіздігінен кейінгі медицина, қазақ халқының шипагерлік ілімінің даму жолы, қорытынды бөлімге дәрілік шөптердің пайдасы мен зияны, халық медицинасындағы маңызы деп тақырыпшаларды қойып орындауларыңызға болады. Ал екінші тапсырмада тыңдалым мәтінін мұғалімнің көмегімен мектепте ғана орындай аласыздар. Себебі әр мұғалімнің тыңдалым материалы әртүрлі болуы мүмкін. Сол себепті бұл видеода мен сіздерге екінші тапсырманы орындап көрсеткен жоқпын. Үшінші тапсырмада ем, шипа, дәрі, емдік зат, дәрігер, ақ халатты жан, өсімдік, шөп, жан-жануар, хайуанат, науқас, ауру, ілім, білім, адам баласы, пенде, маңызы, құндылығы, бағзы заманда, ерте заманда, құнды, бағалы, қағида, ереже, қасиет, қабілет, көңіл бөлу, мән беру, мәлімет, ақпарат деп берілген сөздердің синонимдарын қасына жазып шықтық. Ал төртінші тапсырмада оқылым мәтіні бойынша оңай және қиын сұрақтарды құрастырдым. Оңай сұрақтар: Өтебойдақ Тілеуқабылұлы кім? Фармакология ілімі қай ғасырда дамыған? Жусанның пайдасы қандай? Ал қиын сұрақтарға: көшпелі өмір салтын ұстанған қазақ халқынан шыққан шипагерді атаңыз. Ассириядан табылған деректер ненің дәлелі болып табылады? Дәрілік өсімдіктерді қолдану туралы ақпараттар қазіргі буынға қалай жеткен деп тапсырманы орындауларыңызға болады. Бесінші тапсырманың бірінші деңгейінде мәтіндегі алғашқы азат жолды көшіріп, ол жерде берілген кідірістерді белгілеп сіздерге видео сабақта көрсетіп қойдым. Осыны көшіріп жазуларыңызға болады. Ал екінші деңгей тапсырмасында Өтебойдақ Тілеуқабылұлы деген тақырыпта кластер құрастырдық. Ол да сіздерге видео сабақта көрсетіліп тұр. Ал үшінші деңгей тапсырмасында оқылым мәтіні бойынша теңдесі жоқ еңбек тақырыбында шағын мақала жазуымыз керек. Өтебойдақ Тілеуқабылұлы барлық ақпараттар осы мақалада қарастырылып көрсетілген сіздерге. Осы мақаланы дәптерлеріңізге көшіріп жазып алуларыңызға болады. Алтыншы тапсырмада акт құралдарын пайдаланып бір өсімдікке сипаттама беріп, оны 4 сөйлем тәсілімен жазуымыз керек. Дәрілік өсімдік жөке гүлі. Пікір: жөке гүлі ең көп қолданылатын табиғи емдік өсімдіктердің бірі. Дәлел: оның құрамында адам ағзасындағы қабынуды басатын және тер шығаратын пайдалы заттар бар. Мысалы, жөке гүлінен дайындалған шайды тұмау, жөтел, тамақ ауруларына қарсы ішеді. Қорытынды: сондықтан жөке гүлі суық тигенде ем болатын табиғи әрі қауіпсіз өсімдік деп 6-шы тапсырманы орындауларыңызға болады. Қазақ тілі тапсырмаларын менімен бірге орындау үшін менің YouTube каналыма тіркеліп алыңыздар. Пікір білдіріп, лайк басып, менің арнамның дамуына өзіндік үлестеріңізді қосыңыздар. Менің каналым пайдалы болса, өзіңіздің таныстарыңызға, достарыңызға бөлісіп қоюды да ұмытпаңыз. Назарларыңызға рахмет.